күнделік кезетте есептерді қарауда осы бағдарламаның орындалуы деген нәрсе бар. Осының ішіндегі сыныптар дегенге кірсеңіздер, бұл жерде сол пән бойынша жарияланған КТЖ-ның тақырыптардың түгел түсуі және ол жердегі практикалық бөлігінде қандай жұмыстар орындалғаны көрсетіліп тұрады. Осы есебі қаралатын болады тексеріс болғанда. Оның ішінде біз осыған дейін КТЖ-ларды жариялап көпшілігіміз 100% қылып жасап қойғанбыз. Бірақ кейбір пәндер осындай 98 деген сияқты, кейбіреуінде 99, кейбіреуінде 90% әртүрлі пайыздар көрсеткен пәндер бар. Оларды дұрыстаудың жолын көрсетейін. Одан кейін тағы да бір айтатын нәрсе, осы 90-да әр 90-да ТЖБ алатын пәндер, мысалға мына жерде жаратылыстану, қазақ әдебиеті деген сияқты. Мына жерде қазақ тілінде де ТЖБ алынады. Сол ТЖБ 490-да 4-еу болатын болса, демек сіздерде КБЖ деген бізде ТЖБ-ға қосылатын жұмыс 4-еу болу керек. Бұлай тұрған дұрыс. Осы КБЖ 4 деп тұру керек. Мына жерде қазақ тілінде КБЖ 2 болып қалыпты. Осыны толықтыру керек. 90-дағы әрбір ТЖБ-ларыңыздың ішіне кіріп қарап, егер формативті баға тұрса, КБЖ-ны қосып, формативті бағаны X-ті басып жою керек болады. Одан кейін жаңағы мына жердегі пайызды қалай дұрыстаймыз деген сұрақ болса, онда мысалға мына жерде 68 КТЖ-дағы тақырып саны 68 тақырып енгізілген, бірақ кестедегі сабақ саны 67 болғандықтан ол тақырыптың 67-сі түсіп, және біреуі артық қалып тұр. Сол үшін сол тақырыптардың бір тақырыбы сабаққа түспегендіктен пайыз 100-ге толмай тұр. Оны жасау үшін жаңағы КТЖ-ға кіреміз. Мысалға мынау 5-ші А сыныптың жылдығын қарап отырмын. Қазақ әдебиеті. Қазақ әдебиеті 5-ші А сынып КТЖ-сына кірдік. Осы жерде төменге түсетін болсаңыздар, жоспарланған күн мен нақты күн. Оң жағындағы нақты күн, сол жағындағы жоспарланған күн. Осы екеуінің қателескен жерін қарайсыздар. Мысалға мына жерде 29 болып, екеуі бірдей болып келгенді. Одан кейінгі датаны қарайтын болсақ, 01-не тақырып қойылған, бірақ ол 01 күні демалыс болғандықтан сабақ жоқ болып, ол 06-сына ауысып кеткен ол тақырып. Осылайша келесі тақырыптар солай бір-біреуден секіріп, соңғы бір тақырып артық болып қалған. Оны шешу үшін бұл КТЖ-ны жариялаудан алып тастаймыз. Сөйтеміз да жаңағы қателескен 1-ші май күні демалыс күнге түсіп қалған тақырыпты аламыз, көшіріп аламыз толығымен. Сосын осы күнгі тақырыпты жойып тастаймыз, X-ті басамыз. Жойып тастаймыз. Енді осы жерде сол күнге дейінгі немесе кейінгі бір сабаққа сол тақырыпты қосып дроппен жазамыз. Мына жерде БЖБ тұрған үшін мен мына жердегі тақырыпқа қосайын. Осы тақырыптың артына дроп қойып, жаңағы тақырыпты қосамыз, сақтаймыз. Ешқандай сағат қоспайсыздар, бірақ кейбір мұғалімдер мына жерде дроппен тақырып қосқан үшін мына жерге сағат саны дегенге қосу керек деп ойлап жүр екен. Олай жасасаңыздар да жаңағы тақырыптарыңыз дұрыс түспей қалады. 1 сағат болып есептеліп түсе қойылу керек. Одан кейін мына жерде мысалға аптасына 2 рет болатын пәндер 68 болу керек жылдық сағат саны. Мына жерде 67 болып тұрған қателік емес. Егер мына жерде 67 болып тұрып, және мына жердегі тақырыптардың, КТЖ-ның ішіндегі тақырыптардың ішінде дроппен қойылған тағы да бір тақырып болатын болса, онда бұл да бір тағы да плюс сағат болып есептеледі. Яғни демалысқа түскен тақырып екені осылайша қаралып,
жалпы 68 сағат деп есептеледі. Жаңағыдай дұрыстағаннан кейін жариялауды басып үлестіріп қоямыз толық жылға. Үлестіргенде үтімен үлестіру деген баспайсыздар, білесіздер. Әрі қарай ең соңына түсіп үлестіруді басамыз. Енді жаңағы есепті қарайтын болсақ, 5А-ның қазақ әдебиеті 100% болды.